Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен трубочкидің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл трубочки өте дәмді, үгетіліп ауызда ерейтіндей болып шығады. Трубочкиімізді дайындау үшін ең алдымен 375 грамм ұнымызды алып, үстіне 200 грамм майымызды салып, үккіштен өткізіп аламыз. Оны осылай жақсылап араластырып аламыз. Және ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды салып, чайный ложкамен 6% уксусымызды құямыз. Оның үстіне 75 грамм сарыағашымызды құйып араластырып аламыз. Дайын тұрған ұнымыздың үстіне сұйықтығымызды құйып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Оны орап 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Енді кремімізді істейміз. Ол үшін 200 грамм творожный сырымызды алып, үстіне 150 грамм сливкимізді құйып, 100 грамм қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай әдемі крем шығады. Енді дайын тұрған қамырымызды жұқа етіп, жайып, барлығын осылай ұзынша кетіп кесіп аламыз. Осылай орап, менде 20 штуктай шықты. Осыларды үстіне жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып шығып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен соң суытып алып, ішіне дайындап қойған кремімізді барлығын ішіне толтырып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Менде осындай әдемі трубочкалар шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.